Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құтырлақ болып дайындалатын ПП quesadilляның рецептімен бөлісетін боламын. Осындай дәмді тағамдарды жей отыра арықтауыңызға да болады. Олай болса, достар, бірге дайындайық. Бізге қажетті заттар: тауық еті, тәтті бұрыш, қызанақ және жуа қажет болады. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын толығырақ. Ол бізде ПП quesadilla болғандықтан барлығын пешке салып алатын боламыз, қызанақтан басқасын барлығын. Протеиніміздің астын сары маймен майлап, кезекпен кезек салып шығамыз және 180 градуста 25 минуттың аралығында пісіріп алатын боламыз. Ерекше тағамдардың рецептін жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ендігі кезекте тұздығын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті қаймақ 20%, укроп және сарымсақ. Дәл видеодағыдай дайындап, барлығын бірдей етіп араластырып аламыз. Және де лавашты осылай домалақтап, кесіп, формасын келтіріп алатын боламыз. Quesadillямыздың ең маңызды құрамы ірімшікті де үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Пешіміздегі салмасы дайын болғаннан кейін ішіне қызанақты қосып араластырамыз. Және оған дәм беру үшін қара бұрыш, тұз, паприкамызды да қосып, барлығын бірдей қыздырып араластырып аламыз. Енді лавашымыздың үстіне ірімшігімізді, оның үстіне салмасын, одан кейін тағы да қайталап ірімшігімізді салып, видеодағыдай жасап шығамыз. Барлығын салып болғаннан соң, екінші жағымен лавашымыздың бетін жағатын боламыз. Енді оны қызып тұрған құрғақ тавамыздың бетіне салып шығамыз видеодағыдай. 1 минуттың шамасында қуырып алатын боламыз, екі жақ бетін қызартып. Мінекей достар, біздің ПП quesadilямыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, достар. Арықтап жүріп те осындай дәмді тағамдар жеуге болады. Ас болсын баршаңызға. Ерекше тағамдардың рецептін жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіз.